Сәлем баршаңызға. Каналға қош келдіңіздер. Тіркелмесеңіз, каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз. Неге осындай әдемі, нәзік, биік торт жасайтын боламыз. Соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге керекті заттар: ұн, қант, 4 жұмыртқа, какаомыз керек, қопсытқышымыз керек, және май керек, және шоколад керек. Ең алдымен шоколадымыздың майымызды ертіп аламыз. Осылай ертіп аламыз. Шоколадымыз бен майымыз ерігенше біз тесті дайындаймыз. Қантымыз бен жұмыртқамызды араластырып аламыз. Неге еріп болды, енді аламыз. Отыз секундтай суытып құямыз. Үстіне шоколадымызды құйып араластырамыз. Енді ұнымыздың үстіне какаомыз саламыз. Барлығын араластырып, ұнымызды електен өткізіп, 3-ке бөліп саламыз. Бірінші қолымызбен араластырып аламыз. Ұнымыз шашылмас үшін. Пергаментный қағаздарыңызды өздеріңіздің керек пішіндеріңізге дөңгелек қылып сызып алсаңыздар да болады. Болмаса осылай өлшеп алсаңыздар болады. Осылай 5 штук істеп бірден құйып аламыз. Неге осылай барлығын салып қоямыз. Осылай біз торға решеткаға суытамыз. Енді кремамызды дайындаймыз. 500 мл бізге сливки керек. Міне біздің творожный сырымызды да
өлшеп алдық. 300 грамм керек. Енді сахарный пудра 100 грамм керек. Креміміз әдем болып шығу үшін бізге кілегей мұздай болу керек. Біз 33% кілегей аламыз. Енді кілегейімізді жай жылдамдықтан бастап араластырып аламыз. 5 минут. Кішкене қоюланған кезде сахарный пудрамызды салып, қайта араластырамыз. Соңынан творожный сырымызды саламыз. Мінекей біздің креміміз осындай әдемі, нәзік, үлпілдек болып шығады. Енді корждарымызды құрастырамыз. Кремімізді арнайы осындай бүкпайға арналған насадтан таңдаймыз. Кондитердің қапшығымызға кремімізді салып аламыз. Біздің корждарымыз толық суы керек. Кремімізді осылай жағып шығамыз. Осылай барлық корждарымызды жинап шығамыз. Мінекей енді біздің тортымыз холодильниктен алдық. Ерітілген шоколадымызды үстіне құямыз. Мінекей кез келген жеміс-жидекпен әдемілесеңіз болады.